Өзіңізді таныстырып кетесіз бе аты жөніңізді? Сосын кейін хабарын береміз. Ал құрметті жақсы қылыш ауыл тұрғындары, рұқсат болса төраға өзі ашып берсін. Қоғамдық отырысымызда сөз сізде. Баяндама. Мені хатшыны таңдамадық. Хатшыны таңдамадық. Өздеріңізден бір хатшы таңдамадық. Хатшы, мен осы кісінің өзіне ұсыныс жасап отырмын. Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Аты жөнім Жарымбек Тұрар. Бір қолдан қол көтеріп, қолдау білдіріп жіберейік. Төраға, таныстыр деп төраға. Төраға. Аға. Төраға таныстыр. Серікбаев Нұрлыбек. Төраға. Кент әкімінің бас маманы. Облыстық акиматтағы табиғи ресурстарды пайдалану басқармасынан қарап отыр қазір. Алласын акиматтан. Құрметті жиынға қатысушылар, бүгін қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймыз. Жоба ұсынушы Кристалл Дұз жекешесі. Біздің кентіміздің аумағынан 9 километр жерден ас тұзын өндіру жөнінен жоба ұсынған. Осыны талқылаймыз, қалай тазарды, қалай нетеді. Тыңдап алайық бірінші. Сұрақтарымыз болса, сосын нетедеміз. Маған қарап жіберіңіз. Хатшы таныстыр жіберейік. Есім Жарымбек Тұрар. Осы Кристалл Дұз мекемесінде жұмыс жасаймын. Баяндаушы мен боламын, маған қарап жіберіңіз. Саламатсыздар ма? Аты жөнім Үртек Жанғали болады. Баяндаушы жеке кәсіпкер ИП Экомат жобаны әзірлеуші. Тау-кен жұмыстарын өндіру барысындағы экологиялық әсерін жасауға жұмыс жасап жатқан мекеме басшысының Жанғали болады есімі. Рұқсат болса баяндама оқып, презентациямыз дайын, соны көрсетіп жіберейік. Рұқсат па? Рахмет. Құрметті тұрғындар, бізде жоба Кристалл Дұз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2025-2033 жылдарға арналған пайдалану кезеңіне табиғатты пайдалану жүрген стрелканы басып отырасыздар. Презентациямыз арнайы халыққа дайындаған. Соның табиғат пайдалану нормативтерін белгілеу мақсатында әзірленді. 2025-2033 жылдарға арналған Кристалл Дұз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін қоршаған ортаны қорғау бөлімі және тау-кен жұмыстары жобасына сүйене отырып рұқсат етілген шығарындылардың нормативтерінің жобасы әзірленді. Кәсіпорын атауы Кристалл Дұз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Объектінің атауы Жақсы Қылыш кен орнындағы карьер озерное учаскесі нөмірі 12, нөмірі 13, нөмірі 15 және нөмірі 16. Қызмет түрі ас тұзын өндіру. Кәсіпорынның қызмет түрі ас тұзын өндіру. Нөмірі 12-16 учаскелер Жақсы Қылыш тұз кен орындары Арал сульфат кентінен солтүстік шығысқа шамамен 9 шақырым жерде орналасқан геологиялық бөлу алаңы және нөмір 12-17 көлдердің алаңдарын қамтиды. Ситуациялық картасы келесіде көрсетіліп тұр. Мына ситуациялық картасы, карта жер картасындағы орналасу орны. Енді географиялық координаты, яғни солтүстік ендік және шығыс бойлық участоктың, озерное участоктың 12-ші несі 3 гектар координаттарын көрсетіп отырамыз. Жоқ, мен баяндамада көрсеткенбіз, бірақ ситуационный схемада баяндамада бізде әрқайсысының координаттары тұр, яғни 4 озеро бойынша бізде барлығы 16-54 гектарды құрайтын жер телімі біздің жаңағы кен жұмыстарын өндіру, тұз өндіру жұмыстарының алаңының көлемі. Көлге озерное 12, 13, 15, 16 бекітілген тау-кен бөлу шекараларында ас тұзын өндіру жоспарлануда. Және тау-кен жұмыстарын
экскаватормен және де басқа да тасымалдау көліктерімен жұмыс істеу қарастырылған. Жұмыс істеу уақыты 2025-2026 жылдан ары қарай 2030 жылға дейін. Жылдық көлемі, өндіру көлемі 23 мың тоннаны құрайды, ас тұзын өндіру. Кәсіпорынның инженерлік қамтамасыз етілуі, электрмен жабдықтау жоқ, жылыту қажет емес. Және де өндірістегі жұмысшылар саны 10 адам. Алдағы уақытта жұмыс егер жақсы дамып болып жатса, ауыл тұрғындарына да жақсы мүмкіндіктер болады, жұмысқа тұру мүмкіндіктер, жаңа жұмыс орындары ашылуы мүмкін. Сондай мақсатта жұмысты жүргізу қарастырылып отыр. Және де жүргізілген зерттеу нәтижесі атмосфераның бөліну және ластану көздерінің сипаттамалары, ластану көздерінің жұмыс режимдері туралы мәліметтер алынды. Ас тұзын өндіру учаскелері атмосфераның ластану көздері, сөйле компания, экскаваторы, жылжымалы көздердің қозғалыстардың жалпы шығарындылары. Қозғалыстар жұмыс істеген кезде атмосфералық ауаға азот оксидтері, күйік, күкірт, ангидриді, көміртегі оксиді, бензопирен және керосин бөлінеді. Ол да барлығы шығарындылар нормаға сәйкес жүргізіледі. Тұз өндіру учаскесі тұзды алу кезінде атмосфералық ауаға натрий хлориді, яғни ас тұзы бөлінеді. Ас тұзының мизерный количество дейді, аз көлемде шаң көтеріледі. Травилка жұмыстары, кептіру кездерінде жаңағы топырақ сияқты бұрқырату ондай тұз көтерілмейді, өйткені ылғалды жұмыстар ол жерде жүргізілетін. Арнайы техника жұмыс істеген кезде атмосфераға отынның толық жанбаған өнімдері бөлінеді. Арнайы автокөліктер жалпы шығарындыларын нормаланбайды заң бойынша. Ол Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінде көрсетілген. Жаңа передвижной источник дейді ғой. Жылжымалы жүретін машиналар, техникаларды олардың нормаланбайды. Оларға өзінше налог төленіп отырады. Жаңа салық төленіп отырады. Бөлек есептелінеді. 2025-2032 жылдарға арналған жиынтық кәсіпорын көздері ас тұзын өндіруден 2,302 грамм секунд және 2,9 тонна жылына сумасында шығарынды шығарылады. 9 жылдың ішінде бұл. Жылына 0,265 тонна жылына шығарынды шығарылады. Шығарынды деген жаңағы техникадан бөлінетін түтінгі ауаға кететін. Бір жылда шығарылатын сондай түтін шығарылады көлемі. Жаңағы шаң, натрий хлорид қана бұл жерде шаң ондай ештеңе шықпайды, топырақ жоқ, ол тек тұздың шаңы ғана көтеріледі. Ас тұзының. Ас тұзын өндіру бойынша Карьер Кристалл тұз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін 2025-2030 жылдарға арналған қалдықтарды жинақтау лимиттері. Бұл жерде қауіпті қалдықтар, қауіпсіз қалдықтар зеркальный деп үшке бөлінеді. Қауіпті қалдықтар бізде нөлді көрсетіп тұр, қауіпті қалдықтар жоқ. Мына жерде көрсетілген, бізде енді көлем не қылмай тұр, қағазда баяндамада тұр, көлем десеңіздер барлығы нақты. Енді қауіпсіз қалдықтарға ол біздің әр адамнан шығатын бумаглер жаңағы қағаздар, өзімізден шығатын жаңағы пайдаланған баклажка, су қалдықтары, қалбырлар, сондай қауіпсіз. Үйден тұрмыстық қалдықтар бұл, былай айтқанда тұрмыстық қалдықтар. Оның көлемі 370 килограммды құрайды бір жылда. Бір жылда 370 килограмм. Ол енді былай айтқанда 200 литрлікпен 1,5 бошка деймін. Ақпарат тиісінше жоспарланған қызметке және оны жүзеге асырудың болжамды орнына тән авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың туындау ықтималдығы туралы жобаланған жұмыстарды жүргізу кезінде авариялық жағдайлардың туындауының ықтимал себептері шартты түрде өзара байланысты екі топқа бөлінеді. Жабдықтың істен шығуы табиғи және техногенді сипаттарға сыртқы әсерлері, мұнда объектілер пайдалану тәжірибесі сыртқы көздерден болатын аппараттардың ықтималдылығы шамалы екенін көрсетеді. Қызметтердің қатер әрекеттеріне байланысты апаттың себебі іс жүзінде объектілерді пайдаланудың тиімсіз ұйымдастыруымен өнеркәсіптік қауіпсіздік құқықтық қамтамасыз етуде кемшіліктермен және адами фактормен байланысты болмайды. Қысқаша сипаттама белгіленген қызметтің қоршаған ортаға анықталған елеулі әсерін болғызу, қысқарту жұмыстарды жөнінде шаралар дейді. Бізде енді проекттің жоба дейміз ғой, жобаны
ертең қазір планомерных работ, тау-кен жұмыстарын жүргізу, яғни ол жерде қазу жұмыстарын, сол туралы сіздерге түсіндірме жүргізіп жатырмыз. Қалған былайша айтып өтейін. Енді ертең экологиялық нормалау жобалары жасалады, нормативный жаңағы допустимый нормалар. Сол кезде план мероприятий дейді, іс-шара, табиғатты қорғау іс-шаралар, яғни жаңағы шаңды болдыртпау, мусорды қалдықта қалай болса солай тастамау, арнайы контейнерлер қойып, соған жинақтау, оны уақытында шығарып тұру, қоршаған ортаны жаңа жұмыс алаңын не болса сонымен жаңағы ластамау, қай жері болса соны қазып тастап кету ондай болмайды. Сондықтан соған арнайы іс-шаралар жасалады экологиялық. Сосын кейін жаңағы табиғаттың талаптары, табиғат қорғау басқармасының талаптарını өздері талаптар қояды, условия. Бізге осындай есеп жүргізіп отырасыздар. Біз ол кісілерге жылына 4 рет есеп беріп отырамыз. Қандай жұмыстар, істер, әрекет жасалып жатыр. Заңсыздықтар болса, оны өздері қадағалап отырады. Біздің тарапымыздан барлығы экологиялық талаптарға сәйкес жұмысымызды атқару міндеттелген. Сол жұмысымызды атқарамыз, Құдай қаласа. Сонымен осы бізде сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, тыңдап тұрмыз. Рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жергілікті бюджетке мысалы бастаған жағдайда қандай салым түрлері болады? Так, ол Кристалл тұз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Дарымбекова Зылиха дедіңіз айтып берсін. Мен жауап берейін. Өзіңіз жауап беріңіз. Қазіргі таңда сондай жұмыстар жүріп жатыр. Бұрыннан да жүріп жатыр. Қазір мен бағана сіздер болдыңыз, сіз болдыңыз жаңа. Компания қазір Арал қаласынан тұз не шығарып жатыр. Порошок. Кір жуғыш ұнтақ қазақша айтқанда. Ол жерде адамдар жұмыс жасайды, әлде де алады ол жерге. Осында бізде қазір осы жергілікті халықтың адамдар жұмыс жасап жатыр, әлде де аламыз. Сосын Кристалл тұз компаниясы өз есебінен осы Жақсы Қылышқыстан тұрғын, неше тұрғын? Тұрғын оқытады. Сосын жаңа өңірге дамытуға ақша бөледі. Жылына, жыл сайын. Өзі жылда бөліп отырмыз ғой. Бөліп отыр. Бұрыннан солай. Қызылорда алады оны. Бұяққа емес, Қызылорданың өздерінде. Енді өңірге дамыту. Барлық налог негізі бәрі төленіп отыр негізі. Бұрыннан төленіп отыр. Бірақ өткенде мен Қайдасы бар ма? хабарласты. Бюджет не деп отыр? Жақсы қыз кентіне. Бізге налог бізге неге түспейді? Жоқ, налог үкімет шешеді ғой. үкімет шешеді ғой. Біз сен мынаған аударасың, соған аударамыз. Сіз Қызылордаға беріп тұрсыз. Иә, Қызылорда алып кетті, дал бермейді. Бізге Жоқ, енді мен соған жаңағы буайдырген етіп, енді осы яқтың несіне жердің нелерін төлеу осы жақта. Жердің ғана налог төленіп тұр бұяққа, Арал тұзға. Енді аманат болса, ол былайынша жұмысшылардың нелерінің бәрі осы жақта төленейін деп жатыр. 1 миллион 300 мың теңге сол жерден кеше жер сатып алынды да. Осы ол да тоже Арал қаласына кетті. Арал ауданына кетті ғой. Енді тоже жергілікті полиция. бізге ана жерге түссе пайдасы бар халыққа деп отқанымыз ғой. Бостан Қызылордаға кетіп жатыр, бізге пайдасы жоқ. Үкімет тойлар шешеді, осы мынаған төлейсің, біз шеше алмаймыз ғой. Енді осы жердің өлім қазылып тұрғаннан кейін Ояққа төленбесе штраф дейді бізге. Сен мынаған төлемедің, айтқаныңызға дейді. қазасына ол қаяқта өндіріледі енді? Біз данный время Аралдан Бұрыннан қазып та жатыр. Білеміз ғой, Арал қаласында. бұрын Жағаранға өндегенмін. Аралдан өндіріле ма? Енді қазір Аралдан Аралдан өндіріп тұр, біз ауылдан қазылып тұр. Налог жергілікті түссе біздің ауылдың көркеюіне де жақсы. Иә, Құда қаласа. Иә, ол үкімет ауылдашқа осы кәсіпкерлерге келсе, мысалы, ойын алаң сала береді, мысалы, ақша бөлсе, мысалы. Ауыл көркейеді да, сіздерде үлесіңіз болады, мысалы, сол кезде. Ал біздер Қызылордаға кетеді, оның бізге пайдасы жоқ. Олар көркейіп жатыр. Біз ауыл көріп отырсыз ғой, ойын алаң. Атақты депутаттар ойын алаңда жоқ әлі. Біз білмейміз оны. Жоқ, солай жолдары болса деп жатқанымыз ғой. Болады, Құда қаласа. Тұздың сапалығына қанша процент қойып тұздарыңыз сапалы жағынан. Оны енді, оны геологтар кезінде өлшеді. Айди мекеме Алматыдан келді. Осыдан қанша жыл болды? Зерттеді. Тұз пищевойға жарайды деген сертификат берді. Сосын жыл сайын каждый раз Қызылордаға жіберіп тұрамыз, олар сертификат беріп тұрады.
бұлар жаңағы ол кезде біздікі мына арал су сияқты дайын мекеме емес қой, дайын баяғы союздан қалған дүние жоқ. Оны жоқ. Айдаладан тауып алдық та зерттедік. Не нәрсе мынау қашықшыларында. Олар зерттеп мынау пищевой ашты жарайды. жарайды. Пищевой жарайды. Аралдың несінің дұрыс сияқты сапалы. Иә, сапасы Сол арал қанша судан да процент екенін айтылмайды. жоқ бар. 80 натрий 80 тұрды жоқ, да. 96-97 кетеді ғой. 90. Пищевойға жарайды. Пищевой жарайды. мамандар берсе болды. Жоқ, ол жерде бәріне қатып қалған жоқ қой. Түсіндім. Бір жер былай, бір жер былай. Бірде төмен бірде жоғары болады деп. Бұл жиналыстың мақсаты не сонда? мақсаты экологиялық қоршаған ортаға осы кристалл тау-кен жұмыстарын жүргізу барысындағы әсері. Тек қана тұздың әсері. Ал жаңағы айтып жатқан халықтың сәлесі керек деген сияқты ғой. Түсіндірме жұмыстары. халыққа түсіндіру